Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні 21-ші сабақ пайымдау мәтінінің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері тақырыбы. 28-ші жаттығу мәтінді мұқият тыңда. Әли, неліктен білім байлықтан артық? Бір ғұлама білімнің артықшылығын бірнеше дәлелмен көрсеткен екен. Біріншіден, білім даналардан қалған мирас, ал байлық бақылардан қалған мұра. Екіншіден, білім сені бағады, ал байлықты сен бағасың. Үшіншіден, білім досыңды көбейтеді, ал байлық дұшпаныңды көбейтеді. Төртіншіден, білім іздеген сайын көбейе береді, жұмсағанмен азаймайды, ал байлық жұмсасаң азаяды. Бесіншіден, білімді ұрыдан қорғаудың қажеті жоқ, ал байлықты ұрылардан күнде қорғайсың. Алтыншыдан, білімдіні ел құрмет тұтады, ал байлығың мол болса қызғанады. Жетіншіден, білімге есеп қисап жүргізбейсің, ал байлығыңды күнде есептеп отыруың қажет. Мәтіннің авторы Ділда Матайқызы. Сызбаны пайдаланып дәлелдей білуге үйрен. Балалар, бұл пайымдау мәтіні. Өйткені ол түсіндірілетін, дәлелденетін бір бөліктен және оны түсіндіру, дәлелдеу пікірі бар екі бөліктен тұрады. Оған неліктен сұрағы қойылады. Түсіндіруде, дәлелдеуде біріншіден, екіншіден және басқа қыстырма сөздері қолданылады. 29-ші жаттығу мәтінді көшіріп жаз. Дәлелденетін пікір мен дәлелдеу пікірін жалғап тұрған көмекші сөздің астын сыз. Білім байлықтан артық, себебі ол сені бағады, досыңды көбейтеді. Балалар, дәлелденетін пікір мен дәлелдеу пікірін жалғап тұрған көмекші сөз ол себебі деген сөз. Білім байлықтан артық. Неліктен артық? Себебі ол сені бағады, досыңды көбейтеді. Яғни балалар, себебі, өйткені, сондықтан деген сөздер пайымдау мәтінінде кездеседі. 30-шы жаттығу ертегілердегі оқиғалардың неліктен солай болғанын дәлелде. Мысық құйрығынан айырылып қалды, өйткені ол мақта қыздың сүтін төгіп тастады. Ешкі апанға секіріп түсті, өйткені ол түлкіге алданып қалды. Екі лақ суға түсіп кетті, өйткені бір-біріне жол бермеді. Сен таңдаған ертегінің пайымдау мәтіні екенін дәлелде дейді. Балалар, бұл пайымдау мәтіні, себебі оқиғаның себептері туралы айтылып тұр. Пайымдау мәтінінде дәлелдеген кезде неліктен деген сұраққа өйткені, сондықтан деген сөздермен жауап береміз. 31-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Жағдаяттан шығып көр. Мұғалімнің оқжетпес сөзін неліктен бас әріппен жаздыңдар деген сұрағына оқушылар әртүрлі жауап берді. Бірінші оқушы, мен оқжетпес деген сөзді бас әріппен жаздым, өйткені берілген мәтінде бас әріппен жазылып тұр екен. Ал екінші оқушы, оқжетпес деген сөзді бас әріппен жазу керек. Үшінші оқушы, оқжетпес деген сөзді бас әріппен жазу керек, өйткені ол тау аты, жер, су, өзен, көл атаулары бас әріппен жазылады. Төртінші оқушы, мен оқжетпес сөзін кіші әріппен жаздым дейді. Қай оқушының жауабы дұрыс? Ол ойын нанымды дәлелді етіп жеткізе алды ма? Балалар, бұл жерде үшінші оқушының айтқан дұрыс, өйткені жер, су аттары үлкен әріппен жазылады. Бұл жауаптардан қайсысы пайымдауға жатпайды? Бұл жерде төртінші оқушының жауабы пайымдау мәтініне жатпайды. Себебі мен оқжетпес сөзін кіші әріппен жаздым деп, ол жерде ол жай ғана оқиғаны айтып тұр, дәлелдеп тұрған жоқ. 32-ші жаттығу пайымдаудың алғашқы бөлігін оқы. Сәйкес түсіндірмені пайдалану арқылы мәтінді толықтыр. Бірінші сөйлем, ботаника бағында ақша ағашы өсіріледі. Оның ақша ағашы деп аталуының себебі: бірінші нұсқа, бұл ағашты өсірсе ақша мол болады деген сенім бар. Екінші нұсқа, оның бұтақтарында тиын өседі. Мұнда дұрыс жауабы бірінші нұсқа, бұл ағашты өсірсе ақша мол болады деген сенім бар. Екінші сөйлем, кемпір мен шал қызға түйме қыз деп ат қойды, өйткені бірінші нұсқа оны түймелердің арасынан тауып алды. Екінші нұсқа, оның үлкендігі түймедей ақ еді. Балалар, мұнда дұрыс жауап екінші нұсқа, оның үлкендігі түймедей ақ еді.
Үшінші сөйлем ойнап жүріп жылауға болмайды. Неге десеңіз, бірінші нұсқа ойын болғаннан кейін бәрі болады. Екінші нұсқа шашың түсіп қалады. Мұнда дұрыс жауап бірінші нұсқа ойын болғаннан кейін бәрі болады. Қарамен жазылған сөздер мәтін бөліктерін байланыстырады деген пікірмен келісесің бе? Өз көзқарасыңды білдір. Әрине келісемін. Себебі мәтіндегі қарамен жазылған сөздер өйткені неге десеңіз сөздері мәтінді байланыстырып тұр. Олар пайымдау мәтінінде көмекші сөздердің рөлін атқарады. Балалар, біз пайымдау мәтіні екенін бірден түсінеміз, өйткені бұл жерде әрқашан бір нәрсені дәлелдеу керек. Сол дәлелдеу үшін осындай көмекші сөздер болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.